Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Биылғы жаңа оқу жылында сіздердің ұл-қыздарыңыз мектепке жаңа қадам басып отыр. Сіздерді алда келе жатқан отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бала денсаулығы, оның жаңа ортаға бейімделуі сіздерді алаңдататыны анық. Сол себепті мен сіздерге өз кеңесімді ұсынамын. Құрметті ата-аналар, балаңыздың бірінші сыныпқа бейімделудегі ата-аналардың 3Б заңымен таныс болайық. Бейімделу, эмоциялық және рухани қолдау көрсету, үйренбеген жағдайға бой үйретуге көмек беру. Бедел, ата-аналар беделін жаңа деңгейге дамыту және күшейту, мектеп пен мұғалімнің беделінің қалыптасуы. Белсенділік, мұғаліммен тығыз байланыс орнату, бала келіспеушіліктің әсерінен зиян шекпеу үшін мектеп талаптарын алдын ала талқылау, кеңестерге құлақ түру, жалпы жұмыстар мен мерекелік шараларды ұйымдастыруға көмек беруді тоқтатпау. Себебі үлкендердің мектеп өміріне көбірек қатысуы балаға оң әсерін береді. Осыдан кейін ғана ұлыңыз немесе қызыңыз өз ата-анасымен мақтана алады. Неліктен балада қиындықтар туындауы мүмкін? Мектепте жаңа талаптар қойылады. Мұқият тыңдау, алаңдамау, орнатылған ережелер мен тәртіпке бағыну. Ата-аналар тарапынан жаңа талаптар пайда болады. Күн тәртібін өзгерту, бала тәртібіндегі өз бетінше әрекеттердің пайда болуы, бұйрықты өз-өзіне қызмет көрсету арқылы орындау. Бала өз құрдастарымен жаңа қарым-қатынасқа түседі. Бала басқалар сияқты: Мен оқи аламын ба, менімен балалар дос болады ма, мені түрлі сөздермен не істермен ренжітпейді ме деп уайымдай бастайды. Баланың міндетті түрде өздігінен орындайтын жұмыстары болуы қажет. Сіз тек осы жұмыстардың орындалуын қадағалауыңыз керек. Мейлі қаншалықты тиянақты әрі жылдам орындасаңыз да, балаға жүктелген жұмыстарды өзіңіз орындауға тырыспаңыз. Балаңызды тыңдауды үйреніңіз, шыдамды болыңыз, балаңыздың сөзін бөліп, оның ойын өзіңіз аяқтауға тырыспаңыз және баланы асықтырмаңыз. Балаңызға өз көзқарасыңызды тықпаламаңыз, өзіңіздің нұсқаңыз дұрыс екенін дәлелдермен түсіндіріңіз. Баланың кез келген қалауын орындауға асықпаңыз. Балаға өзінің іс-әрекетін түсіндіруді үйретіңіз, яғни бала ең алдымен ойланып, содан соң ғана шешім қабылдауды үйренуі керек. Ең жақсысы өзі сенімсіздік танытқан мәселелерде ата-анасымен кеңесуге, ақылдасуға болатын білуі қажет. Баланы қоршаған әлемді танып білуге дағдылаңыз. Баланы тым еркелетпеңіз, онымен өзіңізбен тең дәрежедегі адам ретінде сөйлесіңіз. Есіңізде болсын, сіздің сөйлеген сөзіңізді, іс-әрекетіңізді балаңыз қайталайды. Баланың жан-жақты дамуына қолайлы қауіпсіз жағдай жасаңыз. Балаға өмір тәртібіне үйренуге көмек беріңіз. Ол үшін мектептегі тәртіп пен қағидаларды талқылаңыз. Олардың қажеттілігі мен пайдалылығын түсіндіріңіз. Бірге күн тәртібін жасаңыз және оның орындалуын қадағалаңыз. Әсіресе бірінші сынып оқушысы үшін күн тәртібі аса маңызды. Бала өмірінде одан жинақылықты, тәртіптілікті талап ететін міндеттер пайда болады. Күн тәртібі еңбек пен демалысты дұрыс үйлестіруге, жаңа өмір жағдайына үйренуге көмек береді. Үй тапсырмасының орындалуы уақытын қадағалаңыз, сондай-ақ ұйқы уақытын бақылаңыз. Балаға өз бетінше жеке басының тазалығын қадағалауды және де әртүрлі жағдайларда өзін қалай ұстау керектігін түсіндіріңіз. Жақсы іс-әрекет үшін сөзбен немесе сыйлықпен мадақтап көтермелеңіз. Бала кішкентайынан бастап ата-анасын, үлкендерді, жақындарын сыйлау керектігін білуі тиіс. Ешқашанда баланың икемсіздігін күлкіге айналдырып және де қорқыныштарына күлмеңіз. Қайта керісінше баланың қорқыныштарын бірге шешіп, сенімді қарым-қатынас орнатыңыз. Қаншалықты уақытыңыз аз болса да, балаңыздың жан-жақты дамуына көңіл бөліңіз. Қазақта баланың бас ұстазы ата-анасы деген сөз бар. Бала тәрбиесі ата-ана үшін күрделі де жауапты міндет. Жас шыбық иілгіш болса, жас адамда сондай жақсыға да, жаманға да бірдей бейім болатыны баршамызға мәлім. Ол үшін ата-ана нені меңгеруі керек? Халықтық педагогиканы, салт дәстүрлерді, шешендік өнерді меңгеруі керек. Бұқаралық ақпараттық құралдармен жұмыс істеуді, интернет желісін және компьютерді меңгеруі керек. 21 ғасыр ата-анасы қандай болуы керек?
білімді, мәдениетті, өз құқығын білетін, педагогикалық психологиялық сауатты, ата-аналық жауапкершілігін білетін, ата-аналық міндетін білетін, мектептен тығыз байланыс қарым-қатынаста болу, материалдық жағдайын қамтамасыз ететін рухани дамыған, саяси сауатты болу керек. Егер баланы сынап отырса, оның оқуға құлқы болмайды. Баланы мақтап отырса, ол өз қадірі үшін оқиды. Бала төзімділікте өссе, ол басқаларды түсінуге үйренеді. Бала адалдықта өссе, ол адал болып жетіледі. Бала қауіпсіз жағдайда өссе, ол адамдарға сеніммен қарайды. Бала кекшілдікте өссе, ол қатыгез болып өседі. Бала түсінікте және сүйіспеншілікте өссе, ол бұл әлемнен махаббат табуды үйренеді. Назарларыңызға рахмет.